Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Amin ya mu'in. Bugün mine Allah'ın kalağымен кезекті осы Әл-Құдри шариф кітабынан өтіп жатқан сабағымызды ары қарата жалғастырамыз. Сабаққа бастаудан бұрын осы жақыннан бері бізге өте көп сұрақ келіп кетті. Осы сапарда жүрген кезде намазды қосып оқуға бола ма, болмай ма деген сұрақ өте көп туындады. Мен соны жауап бере кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадистерінде келеді. Пайғамбарымыздың намазды қосып оқығандығы жөнінде. Бірақ имам Муслимнің хадистер жинағында, немесе Әбу Дәуудте болсын, имам Насаидің хадистер жинағында болсын, хадистерде пайғамбарымыздың әр намазды өз уақытында оқығандығы жөнінде хадистерде бар. Мысалы, Абдулла бин Масғудтан жеткен хадисте, Муслимде келетін хадисте пайғамбарымыз былай деп айтады: пайғамбарымыз тек қана Арафатта, сосын Муздалифада бесін мен асырды екінті намазын және ақшам мен құптан намазын қосып оқыған еді. Басқа намаздарды ешқашан қосып оқымаған деген Муслимде келетін сахих хадис бар. Бұл бірінші мәселе. Енді осындай хадистер бір-біріне қарама-қайшылық туындатқан кезде біздің ғалымдарымыздың усулы хадис деген нәрсе бар. Хадисті алу жолдары. Бұны фақих ғалымдар, үлкен фиқхты зерттеген ғалымдар амал жасайды. Бұл сол кісілердің ісі. Мысалы, сіз Бұхариден бір хадисті оқисап, міне бұл жерде хадис тұр ғой, бұны мен неге амал жасамаймыз деп айтуға келмейді. Дұрыс, ол хадис пайғамбарымыздан жеткен болуы мүмкін, бірақ ол хадиспен амал жасалады деген сөзді білдірмейді. Хадис ілімінде насих мансух деген нәрсе бар, усул фиқ ілімінде. Яғни бір хадис келесі бір хадистің үкімін жою мүмкін. Бір аят келесі бір аяттың үкімін жою мүмкін. Міне, бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, Ханафи мазхабының үлкен ғалымы имам Хаскафи өзінің Дүррул Мұхтар атты кітабында былай деп келтіреді: ла яджузу әл-жаму байна фардайни би узри сафарин ва матарин. Бір адам дейді, сапар немесе жаңбыр себепті екі парыз намазды ешқашан қосып оқуға болмайды дейді, сапар кезінде. Мысалы, екінті бесін намазын екінтімен қосып оқи салады бесінің уақытында. Не болмаса, ақшам намазын, құптан намазын ақшам намазымен қосып оқи салады ақшам намазының уақытында. Осылай жасау Ханафи мазхабында жайыз емес. Ал енді анау хадистерді біздің ғалымдарымыз қалай амал жасаған, ол хадистерге былай амал жасаған. Пайғамбарымыз дейді, бұл жөнінде де пайғамбарымыздың хадистері келеді. Бір намазды кешіктіріп, мысалы, бесін намазын кешіктіреді да, соңғы уақытына дейін кешіктіріп, соңғы уақытында оқиды сапарда жүрген кезде. Және содан кейін намаз бітісімен, кішкене күткеннен кейін екінті намазының уақыты кіреді, екінті намазын оқиды одан кейін. Бұл жерде дейді, көріністе екі намазды бірге оқыған сияқты болғанымен, екі намазды екі уақытта оқыды деген пайғамбарымыз. Бүкіл хадистерді пайғамбарымыз намазды қосып оқыды деген бүкіл хадистерді біздің ғалымдарымыз хадистерге осылай түсіндірме берген. Ол бір уақытта емес, екі намаз екі уақытта болып жатыр. Бірақ ол бір намаздың соңғы уақыты, бір намаздың бастапқы уақыты. Сондықтан бір хадисті көре сап, не болмаса бір аятты көре сап, онымен амал жасайым деу адамды адасуға алып келетін істердің бірі. Бүгін сабағымызды ары қарата жалғастырамыз. Өткен сабағымызда біз осы жұма намазына келуі уәжіп емес, міндет емес адамдарды айтқанбыз. Енді фаин хадару уасаллу ма'ан-нас. Бұл жұма намазына келу уәжіп емес деген сөз келуі күнә деген сөзді білдірмейді. Егер, мысалы, олар кімдер еді? Олар сапардағы адамдар, құлдар, ауру адамдар, әйел кісілер. Бұлар егер келіп жатса намазға, бесін намазы мойнынан түседі дейді. Фаин хадару уасаллу ма'ан-нас.
егер намазға келіп жатса, жұма намазына, адамдармен бірге намаз оқитын болса, әжзәәһум ан фардил уақыт. Сол оқыған жұма намазы сол уақыттың парызының орнын басады. Сол уақыттың парызы қандай намаз еді ол? Бесін намазы ғой. Демек, бесін намазы олардың уақыт мойындарынан түседі деген сөз. Бір әйел кісі жұма намазын кеп оқыса, бесін намазын оқу міндет емес ол адамға. Жұма намазын оқығандығы мойыннан бесін намазын түсіреді. وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيدِ وَنَحْوِهِمْ أَنْ يَأُمَّ فِي الْجُمَعَةِ. Тура сондай, осы адамдар, сапардағы адам болсын, ауру адам болсын, не болмаса басқа адамдар, әйел кісілер емес. Мысалы, сіз сапарда жүрсіз, бір ауылға барып қалдыңыз, имам болмай қалды сол жерде. Имам болмай қалды. Сізді сол жамағаттың ішіндегі ең білімдісі сізсіз. Адамдар жиналып тұр. Сіз егер, сізге негізі жұма намаз мойныңызға уәжіп емес қой. Уәжіп болмаса да, адамдарға имамдық жасауыңызға болады. Түсінікті ме? Адамдарға имамдық жасауыңызға болады. Өйткені дейді, сізге уәжіп еместік ол сізге Алла Тағаланың беріп тұрған рұқсаты. Ал сіз келіп мешітке жұма намаз оқуға келдіңіз бе, оқыған намазыңыз нәпіл болмайды ол. Оқыған намазыңыз парыз болады. Түсінікті ме? Сондықтан артыңыздағы үйіп тұрған адамдар да парыз оқып тұр. Екеуіңіздің намазыңыздың дәрежесі бірдей бола береді имам болуыңызға. Сафардағы адамдардың имам болуына бола береді екен. Әйел адамдарға емес, бірақ әйел адамдар шығып имам болуға болмайды. Әния уммал жумаата ва ман салла зухра фи манзилихи. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Жалпы жұма күні ешқандай себепсіз жұма намазына келмей бесін намазын оқу. Ва ман салла зухра, кімдегін бесін намаз оқитын болса, фи манзилихи яумал жумаати. Қараңыз, жұма намазынан бұрын, жұма күні қабла салатил имам. Имам жұма намазын өз мешіттерде, мысалы қазіргі таңда осы қалада болсын, бүкілі 1:30-да бастайды намазды. Одан көп артық алдын бастап кетті, не болмаса одан кешігіп те қалмайды. 3-4 минут арада ойнау мүмкін. 1:30-да бастайды. Енді қараңыз, кімдегім осы жұма күні имам жұма намазын оқудан бұрын бесін намазын оқитын болса үйінде дейді. Ешқандай себепсіз. Ол адам ауырып жатқан жоқ. Ол адам сапарда жүрген адам емес. Ол адам әйел адам емес. Себепсіз келмеді жұма намазына. Үйінде бесін намазын оқып жатыр. Біздің ғалымдарымыз айтқан, онда ол адамның сол іс-әрекетті жасау харам болады. Түсінікті ме? Енді бергі жағын айтатын болсақ, тахриман макрух болады. Харамға жақын макрух амал жасаған болып саналады. Себепсіз жұма намазына келмей, бесін намазын оқуы. Өйткені не үшін дейді? Өйткені ол кісі бүкіл ғалымдардың, қараңыз, ешқандай бір ғалым жұма намазы парыз емес деп айтпаған. 4 мазхабта болсын, қандай мазхабта болсын. Бүкіл ғалымдардың келісімімен, бүкіл ғалымдардың шешімімен бірлікке келген парыз болған амалды жасамай жатыр ол адам сол күні. Түсінікті ме? Сондықтан харамға жақын, ең төмені ол адамның істеп жатқан ісі харамға жақын макрух болады дейді. Бірақ бұл нәрсе нені білдірмейді? Уәжазат салатуху. Бірақ ол адамның парыз мойнынан түседі. Сол күнгі бесін намаз мойнынан түседі. Бесін намазының қазасын өтемейді. Ол күнә деген басқа жақта, түсінікті ме? Күнә басқа нәрсе, адамның парызының мойнынан түсу басқа нәрсе. Сіздің парызыңыздың мойнынан түсу басқа нәрсе, сауабыңыз басқа нәрсе сіздің. Түсінікті ме? Екі басқа нәрсе. Бір адам келіп жамағатпен намаз оқып, немесе үйінде намаз оқып, парызын мойнынан түсіруі мүмкін, бірақ сауап алмауы мүмкін ол адам. Бір адам мойнынан парызын түсіреді, әрі сонымен қоса сауап алады. Неге байланысты оның бәрі? Бүгін жұма намазы не жөнінде болды? Уағыз не жөнінде болды жұма намазында? Ықылас жөнінде болды, дұрыс па? Ықыласына, ниетіне байланысты адамның. Ниетіне қарата әркім әртүрлі сауап алады. Қарасаңыз. Бірақ бұл кісінің намазы дейді, жаза, мауқуфан жайыз болады деген сөз, белгілі бір нәрсеге қарап тұрады. Яғни белгілі бір уақытты күтеміз. Бұл адамның намазы дұрыс бола ма, немесе бұзылып кете ме? Бұл неге қаралады?
сол адам бесін намазын жұма намазынан бұрын оқып алды дейік, мысалы уақытсыз кірісімен енді біз қараймыз. Ол адам мынандай болуы мүмкін. Бесін намазына барғым келмей тұр деп жалқауланып үйде оқып алды. Оқып болғаннан кейін бір аяқ астынан тақуалық ұстап кетті. Жоқ, болмайды, мен жұма намазына бару керекпін деп. Көрдіңіз бе? Фәин бәдәләху ән яхтурал жұмаата фәтәуәджәхи илайха дейді. Сол жаңағы бесін намазын үйде оқып алған адам, вәләу маъзуран алал мәзһаб, ол адам тіпті дейді, қараңыз, жаңағы себебімен, белгілі бір себептермен жұма намазына келмеген адам болса да, ауырып жатқан адам аяқ астынан жазылып кетті бесін намазын оқып алғаннан кейін. Не болмаса, жаңағы сапарда жүрген адам бесін намазын оқып алды да, аяқ астынан жамағатпен жұма намазын оқығысы келіп қалды. Бұлар оларға күнә емес. Жаңа себепсізден оқитын болса, ол күнә болады. Енді осы адам не істеді? Аяқ астынан тақуалық ұстап кетіп, жұма намазына қарата мен жамағатпен оқу керекпін деп жүгірсе, көрдіңіз бе? Сол үйінен қараңыз, үйінен бір-екі қадам басып жүрісімен ана оқыған бесін намаз бұзылып кетеді. Түсінікті ме? Бесін намазын оқып қойды ғой. Енді мен тақуалық ұстап кетті де жұмаға барам деп үйінен шыға бастаған кезде, кейбір ғалымдар айтады, бір-екі қадам басқан кезде дейді, не болады? Оқыған бесін намазы бұзылады. Не болып кетеді ол намаз? Сипаты бұзылады да нәфіл намаз болып кетеді. Оқыған бесін намазы. Түсінікті? Айнда Аби Ханифата бес-саи. Батала салату зухур, бесін намазы бұзылады деді. Айнда Аби Ханифата бес-саи. Бұл имам Ағзам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша сол жүріспен-ақ бесін намазы бұзылып кетеді екен. Енді бұл адам қараңыз, бесін намаз бұзылып кетті. Ол жетуі, үлгірмеу шарт емес. Түсінікті ме? Имам намаз оқып тұрған болса, не болмаса, имам әлі намазға бастаған жоқ. Енді сол кезде үйінен шықты, бірақ үлгірмей қалды ол адам жұма намазына. Онда не істеу керек? Бесін намазын қайтадан оқу керек ол адам. Жұмаға үлгірмей қалды ғой. Түсінікті? Енді үлгірсе, оны қазір сабақтың соңында көреміз. Қай жерде жұма намазын адам қосылса, үлгірген болып саналады. Үлгірмесе, қайтадан бесін намазын оқу керек екен. وقال لا تبطل صلاة الظهر حتى يدخل مع الإمام. Енді біздің басқапта екі түрлі көзқарас бар дейді. Имам Ағзамның екі шәкірті айтқан, сол жүрістен емес, анау имамның намазына келіп, Аллаху әкбір деп құлағын қағып кіргенше намаз бұзылмай тұрады дейді. Қашан кіреді, сол кезде намазы бұзылады деген. Бірақ біздің басқаптағы ғалымдардың бірлікке келген, шешімге келген сондай бір қуатты көзқарасы ол имам Ағзам Абу Ханифаның көзқарасы. Қашан ниеттеніп бір-екі қадам басып жүресіз, сол кезде бесін намазыңыз бұзылады екен оқыған. Енді وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ. Мынандай нәрсе бар. Жұма күні белгілі себептермен жұма намазға келе алмай қалған адамдар وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ. Қалада қараңыз. Белгілі себептермен жұма намазына келе алмай қалған адамдар бесін намазын жамағатпен оқуға болмайды. Түсінікті? Жамағатпен оқу мәкрух болып, тахриман мәкрух болып саналады. Бесін намазын жұма күні. Қараңыз, менің айтқан әрбір сөзім маңызды. Бесін намазын қалада белгілі себептермен жұма намазға келе алмай қалған адамдар ауыру себебімен, сапарда болу себебімен, басқа да себептермен, мысалы университетте сабақтан жібермей қоюы мүмкін. Сондай бір себептермен жұма намазына келмеген адамдар жамағат болып бесін намазын оқуға болмайды. Мәкрух болады жамағат болып оқу. Қалада. Бұл дейді, қараңыз. Қаласаңыз жұма намазынан бұрын болсын, не болмаса жұма намазын имам жұма намаз оқып болғаннан кейін болса да. Қандай жағдай болса да жамағат болып оқу мәкрух. Ал енді қараңыз, мынандай нәрсе бар, тура сондай. Тура сондай мәкрух болатын тағы бір нәрсе бар, егер сіз жалғыз оқитын болсаңыз. Жамағат жоқ. Жұма күні жұмаға келмедіңіз, белгілі себептермен, бірақ
жамағатта жоқ сізбен бірге оқитын. Ондай жағдайда сіз мынау қаладағы мешіттердің жұма намазының оқылып болуын күту керексіз. Егер өзіңіз жалғыз жұма намазынан бұрын бес намазын оқып алсаңыз, және де сіздің істеген ісіңіз ол макрух болып саналады. Харамға жақын макрух амал. Сондықтан белгілі себептермен жұма намазына келе алмай қалған кезде бесін намазын оқитын болсаңыздар, күтіңіздер. Жұма намазы оқылып болғанша, жұма намазының парызы оқылып болғанша мешіттерде күту керексіздер. Түсінікті? Ер адамдарға қатысты. Ер адамдарға қатысты. Енді қараңыз. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Қалады деп айттық. Ал енді ауылды жерлер болатын болса, мешіт жоқ. Қаладан алыс жердегі адамдар, олар қалаған уақыттарында оқи беруіне болады, жамағатпен оқи беруіне болады. Оларға жұма намаз парыз емес қой себебі. Ауылында мешіт болмаса, имам болмаса, не болмаса өздері қыстақта 3-4 семьямен тұр. Оларға жұма намаз парыз емес. Не болмаса, анау кен орындарында жұмыс жасап жатыр. Оларға жұма намаз парыз емес. Егер де мешіт болмаса сол жерде, имам болмаса арнайы. Демек олар жамағатпен оқыса да, жұма намазын мынау қаладағы мешіттердің уақытынан бұрын оқыса да, бес намазын бола береді. Оларға ешқандай тыйым жоқ. وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ дейді. Тура сондай осы жұма намазын жамағатпен оқуға болмайтын адамдар, бұлар түрмедегі отырған адамдар. Түсінікті? Түрмедегі отырған адамдар жұма күні жұма намазын жамағатпен оқуға болмайды. Олар да егер оқу керек болатын болса, жоғарыдағы сияқты бөлек оқиды, және имам мешіттегі имамның жұма намазы біткеннен кейін барып оқу керек. Түсінікті? Түрмеде мешіт болатын болса, оқуға болады. Имамы болатын болса, сол жерде жұма намазын жүргізетін оқуға болады. Жоқ. Біз өткен сабағымызда айттық, жұма намазын жүргізетін имам, ол мемлекет тарапынан, жалпы дін басы тарапынан арнайы рұқсат берілген адам болу керек дедік. Түсінікті ме? Рұқсат берілмеген адамның жұма намазын жүргізуі жайыз емес. Болмайды. Бес намазы жамағатпен оқылмайды. وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمَعَةِ. Енді кімде-кім, мысалы жұма намазына сіз кешігіп қалдыңыз белгілі себептермен. Ол бірінші рәкатта болса да, екінші рәкатта болса да, صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وهذا إن أدرك منها ركعة اتفاقا. Қараңыз, кімде-кім дейді, жұма намазына бірінші рәкатта болсын, екінші рәкатта болсын, егер сіз үлгіретін болсаңыз, сол үлгірген жеріңізден жұма намазына имаммен бірге кіріп, ниет етіп, ары қарата өзіңіз жалғастырып кетесіз. Мысалы, бірінші рәкатқа кірсеңіз жақсы, рүкуге дейін үлгірсеңіз, ол сіз жұма намазына толық үлгірген болып саналасыз. Екінші рәкатты имаммен бірге оқисыз. Сосын сәлем бересіз имаммен бірге. Ал екінші рәкатқа үлгірсеңіз, демек, имам сәлем бергеннен кейін өзіңіз тұрып бір рәкатты оқу керексіз. Түсінікті? Өзіңіз тұрып бір рәкатты оқу керексіз. Енді осы жерде оқыған кезде не істейміз біз? Тұрып оқимыз ғой. Осы жерде өз қалауыңызда негізі. Қаласаңыз Фатиха сүресі мен қосымша сүрені сыртыңыздан оқуға болады. Қаласаңыз іштен оқуға болады. Бірақ біздің ғалымдарымыз айтқан, артыңыздағы адамдар сізге ұйып кетпеу үшін біреу кеп, мынау бес намазын оқып жатыр ма, немесе бір парыз намаз оқып жатыр ма деп ұйып кетпеу үшін дейді, іштен оқыған абзал дейді. Бірақ сырттан оқысаңыз бола береді. Түсінікті ме? Өзіңіз кішкене даусыңыз шығарып. Өйткені жұма намаз қандай намаз ол? Жария намаз, дауыс шығарып оқылатын намаз. وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُدِ. Жақсы, біз бірінші, екінші рәкатты айттық. Енді имамға біз әттахиятын оқып отқан кезде қосылсақ. Соңғы, екінші рәкатты бітірген әттахиятын оқып жатыр. Біз келсек, кешігіп қалдық. Ауфи суджуди саху. Не болмаса имам қателесіп кеткен саху сәждесін оқып жатыр.
сәху сәждесін жасады, одан кейін барып не істеп жатыр? Әт-тахиятын оқып жатыр. Сәху сәждесінде үлгеретін болсақ дейді. Бәна алайхал жумаата инда Аби Ханифата ва Аби Юсуф. Имам Ағзам Абу Ханифа мен имам Аби Юсуфтың көзқарасы бойынша бұл кісі имам сәлем бергеннен кейін жұма намазына жалғастырады. Жұма намазына үлгерген болып саналады. Егер сіз қай жерде үлгерсеңіз, әт-тахиятын оқып жатқан кезде үлгерсеңіз, түсінікті ме? Салауатта емес, әт-тахиятын оқып жатқан кезде үлгерсеңіз. Ондай жағдайда екі имамның көзқарасы бойынша сіз имам сәлем бергеннен кейін тұрасыз да өзіңіз жұма намазына жалғастырасыз. Сіз жұма намазына үлгерген болып саналасыз. Сіз тұрып бес намазына жалғастыруыңыз жайыз емес. Бес намазын оқып кетуіңіз жайыз емес. Ал енді имам Мұхаммадтың бұл жерде біздің мазхабта екі көзқарас бар екен. Имам Мұхаммадтың көзқарасы бойынша екі ракағаттың, қараңыз, екінші ракағаттың көбіне үлгеретін болса дейді. Яғни екінші ракағаттың көбі деген не деген сөз? Ол екінші ракатқа рукуде үлгеретін болсаңыз, рукуден басын көтермей тұрған кезде үлгеретін болсаңыз, жұма намазына үлгересіз. Ал басын көтерді, сәжде жатқан кезде үлгеретін болсаңыз, сіз болды, жұма намазы кетті дейді сізде. Бұл бір мазхабтағы көзқарас екен. Бәна алайхал жумаата ва ин адрака ақаллаха бәна алайхал зухра. Егер сіз бас көтергеннен кейін сәждеде әт-тахият оқып жатқан кезде үлгеретін болсаңыз дейді, онда сіз бес намазына жалғастыру керексіз дейді. Бірақ бұл нәрсені де біліп алыңыздар, біздің мазхабта енді бұл ғалымдардың бірлікке келген, шешімге келген көзқарасы бірінші көзқарас. Сондықтан әт-тахиятын оқып жатқан кезде үлгерсеңіздер, жұма намазына үлгерген болып саналасыздар. Өздеріңіз ары қарата жұма намазын оқып жалғастырасыздар. Енді міне осы мәселеге сіздер көңіл бөліңіздер. Имам болған адам хутба оқуға шыққан кезде, яумал жумаати дейді, жұма күні. Жұма күні біз мешітке келеміз, сосын не істейді? Мешітке келген кезде азан айта ма? Бірінші уағыз айтады, дұрыс па? Уағыз басталады. Уағыз біткеннен кейін не істейді? Азан айтылады. Азан айтылғаннан кейін біз 4 ракағат сүннетін оқимыз жұма намазының. Бұл сүннеті муаккада. Бұл бекітілген сүннет. Бұны тастауға болмайды ешқашан. 4 ракағат сүннет оққаннан кейін біз екінші азан айтылады, дұрыс па? Екінші азаннан кейін имам хутба оқиды. Міне, осы екінші азан айтылғаннан кейін имам хутба оқуға шыққан кезде, минберге шыққан кезде, таракан насу ас-салата вал калама. Адамдар намаз оқуға болмайды ол жерде. Сәлем намазын оқуға болмайды. Сөз сөйлеуге болмайды. Бұл жерде кәлам деген кезде біздің ғалымдарымыз айтқан, бұл жерде кәламнан мақсат дейді. Дүниелік сөз болуы да мүмкін. Біреуіңіздің жағдайыңызды сұрауға болмайды имам хутба оқып жатқан кезде. Тәсбих, субханалла, алхамдулилля деп тәсбих айтуға да болмайды ол кезде. Не болмаса ташмит дейді. Ташмит ил-атис. Біреу түшкірсе, алхамдулилля деп оған жауап бермейсіз. Имам хутба оқып жатқан кезде. Тура сондай біреу сәлем беретін болса, ва алейкум ассалам деп сәлемін алмайсыз хутба оқып жатқан кезде. Тура сондай қараңыз. Біреуді жамандықтан тыюға да болмайды екен ол кезде. Мысалы, біреу бір қате амал жасап жатыр, сіз уағыз айтып кетуіңізге болмайды оған барып. Хутба оқылып жатқан кезде. Тек қана былай қолыңызбен немесе көзіңізбен ишарат жасауға болады. Хутба оқып жатқан кезде бұндай нәрселер жасалмайды. Ал тек қана мына нәрсені жасауға болады дейді. Ол қандай нәрсе? Мысалы, сіз жаңағы жұма намазының алдыңғы 4 ракат сүннетін бітіре алмай қалдыңыз. Имам хутба оқып кетті. Сіз хутба оқудан бұрын бастап қойғансыз оған, дұрыс па? Хутба оқудан бұрын. Екінші ракатына келген кезде имам хутба оқып бастап кетті. Жалғастыра беруіңізге болады. Бастап қойған намазды жалғастыра беруге болады. Бірақ хутба оқығаннан кейін намаз оқылмайды. Хатта яфруға мен хутбатихи дейді. Қай уақытқа дейін? Имамның хутбасы біткенге дейін. Хутба біткенге дейін болды. Жым-жырт отырып хутба тыңдау керек екенбіз. Яғни намаздың ішінде біз қалай отырамыз? Тура сондай. Түсінікті ме? Дұға тілегіңіз келді ме? Хутба жасап жатқан кезде жүрегіңізбен тілеңіз. Түсінікті?
міндетті түрде ол сөз сөйлеу, қол жаю міндет емес. Енді қараңыздар. Азанды құтпаның арасында оқу болмайды ғой. Қайсы? Кейбір кісілер мысалы азан айтады да, имам мінберге шыққанша бастап оқып жатады ғой, нәпіл намаздан болмайды. Болмайды. Иә. Имам өзі құтпаға, мынау минберге шыққан кезде болды, бітті, тоқталу керек. Түсінікті, тоқтау керек. Яғни тоқтау керек деген кезде сіз бастап қойған, одан бұрын бастап қойған намазыңыз болса оқи бересіз. Бірақ сол имам анау минберге шығып отырады ғой, содан кейін бастауға болмайды намазды. وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمَعَةِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ имам осы азаншылар жұма күні бірінші азанды айтқан кезде дейді, тәрәкән нәсу, адамдар тастау керек. Бірінші азан айтылады ғой, сағат 1:30-да. Бірінші азан айтылады. Сол кезде адамдар тастау керек. Нені тастау керек? Тәрәкән нәсул бай'a ва шира'a ва тавajjahu ila салатил джумаа. Адамдар алым сатымды сол кезде сауда саттықты тастау керек дейді. Түсінікті ме? Өйткені бірінші азан айтылғаннан кейін біздің ғалымдарымыз айтқан, жұма намазына кедергі болатын, яғни жұма намазына келуге кедергі болатын кез келген нәрсені тастау керек. Осы жұма намазының бірінші азан айтылғаннан кейін жұма намазына кедергі болатын кез келген нәрсені жасау, ол мәкрух болып саналады. Түсінікті? Мәкрух болып. Ол ненің ішіне кіреді? Ол сауда саттық болуы мүмкін. Ол мысалы бірінші азан айтылды, сіз тамақ ішіп отырсыз әлі үйде. Бірінші азан айтылды, сіз жұмаға келген жоқсыз әлі, киіміңізді үтіктеп жүрсіз бе, бір нәрсе жасап жүрсіз. Яғни кез келген жұмаға келуге кедергі болатын кез келген нәрсе. Оның барлығы тахрима мәкрух болады. Сондықтан жұма намазына бірінші азан айтудан бұрын келу керек адам. Барынша. وَإِذَا سَعَدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ. Енді имам минбарға шыққан кезде отырады, бірінші өздеріңіз көріп жүргендей, бірінші имам минбарға шығады да отырады, одан кейін барып екінші азан айтылады. Отырғаннан кейін. وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ. Ал азаншылар болатын болса, сол минбардың алдында тұрып, минбардың тұсында тұрып азан айтады сол жерде. Түсінікті? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде тура осылай бізге жеткен. Енді осы жерде мына нәрсені де түсіндіре кетейін. Осы екінші қараңыз. Мынандай нәрсе бар. Имам біздің шариғатымызда негізі осы екінші азан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында осы екінші азан ғана болған негізі. Мынау имам құтпа оқырдың алдында айтылатын азан бар ғой, тура сол азан ғана болған. Бірінші азан болмаған негізі пайғамбарымыздың дәуірінде. Бірінші азан Осман радиаллаху анхтың дәуірінде басталды. Себебі енді көп адамдар жұма намазы не істеді? Мысалы, өйткені көп адамдар қараңыздар, жұма намазының уақытының кіргенін білмей қалатындай, осы мұсылмандар, мешітте жамағаттар көбейген сайын, жұма намазының уақыты кірмей қалатындай білмей қалатындай бір жағдай пайда болды адамдардың арасында. Көбі жұма намазынан кешігіп жатты. Сондықтан жұма намазының кіргендігін білдіру үшін бірінші азанды қойды. Түсінікті ме? Бұл жұма намазының уақыты кірді қазір, сүннет оқимыз деген сөз. Соны білдіру үшін адамдарға. Сол кезде, одан кейін Әли радиаллаху анхтың дәуірінде де осы азан жалғасты. Ол кезде неше жүздеген сахабалар, ғалым сахабалар болған ол жерде. Оның барлығы не істеді? Осы қараңыздар, бірінші азанның шариғатталғандығына, осы бірінші азанның дұрыс екендігіне барлығы өздерінің алғыстарын, өздерінің пікірлерін білдірген. Яғни демек сахабалардың ижмағымен, сахабалардың келісімімен бір майданға келген нәрсе. Міне. Сұмма яқтыбыл имам, ал имам, одан кейін аз қалды қазір, имам құтпа оқиды. Енді осы жерде мына нәрсені айта кетейік. Имам құтпа оқып жатқан кезде негізі қол жаюға болмайды. Екі құтпаның арасында. Өйткені Ибн Абидин, біздің Ханафи мазхабының үлкен ғалымдарының бірі, Ибн Абидин өзінің кітабында келтіреді. وَإِذَا شَرَعَ فِي الدُّعَاء, қараңыз, لا يجوز للقوم رفع اليدين дейді. Қараңыз,
егер имам құтпада тұрған кезде дұға оқитын болса, мысалы алла тағала мұсылмандарға күш қуат берсін деген сияқты бір сөз айтатын болса, дұға мағынасындағы, сондай кезде дейді, құтпа тыңдап отырған адамдардың қол жаюы жайыз емес дейді. Түсінікті? Ла яжузу лил қауми рафул ядайни. Тыңдап отқан қауымның қол жаю не болмайды, және қараңыз, қол жайып сыртынан әмин деп айтуына болмайды. Құтпа оқылып жатқан кезде. Егер ондай іс жасайтын болса, онда ол адам күнәлі іс жасаған болады деп айтқан біздің ғалымдарымыз. Тура сондай, мынау екі құтпаның арасында негізі имам отырады ғой. Негізінде Ханафи мазхабының фәтуа кітаптарында, фәтуа хиндия кітабында келтіреді, имам да қол жаймайды ол жерде. Біздің мынау қазіргі 2023 жылы муфтияттан имамның намаз өткізу тәсілі, тәртібі деген кітап шықты ғой. Сол жерде жұма намазын оқып көрсеңіздер, жұма намазын имамның өткізу тәртібі тұр. Сол жерде ашық жазылған, негіз муфтияттың жарғысында. Имам да, жамағат та екі құтпаның арасында қол жаймау керек деген ашық пәтуа бар сол жерде. Түсінікті ме? Сондықтан бұл бір ел арасында сондай бір таралып кеткен мәселе, ондай бір қателікті жасамағанымыз жақсы, ең маңыздысы. Сома яқтыбул имам құтпа оқиды, файда фараға мен құтпатихи, құтпа біткеннен кейін ақамус салата, намазға қамат айтылады, уасаллау. Имамдарға, жамағаттарға не істейді екен? Намазын оқытады. Енді бұл жерде тағы бір ескерте кететін мәселе біздің кітаптарда келтіреді. Уәлә янбағи ан юсаллия ғайрул хатиб дейді. Құтпаны кім оқыды? Жамағатқа имам сол болу керек. Түсінікті ме? Құтпа оқитын адам басқа, имам болатын адам басқа болатын болса, ол уәлә янбағи деп келеді, ең азы жеңіл мәкрух амал, яғни ұнамсыз амал. Сондықтан құтпаны қайсы имам оқитын болса, имамдықты да сол имам жүргізу керек екен. Мынандай нәрсе бар, жұма күні сафарға шығу мәселесі жөнінде. Жалпы егер бa'да зауал, жұма күні бесін намазының уақыты кіріп кететін болса, жұма намазын оқымай тұрып сапарға шығу, ол мәкрух болып саналады. Бесін намазының уақыты кіріп кететін болса, сіз бесін намазының уақыты кірді, жұма намазын оқыған жоқсыз, сапарға кетіп бара жатсыз. Жасаған амалыңыз мәкрух. Ал қандай жағдайда мәкрух болмайды? Егер жұма күні сапарға шығу керек болатын болса, сіз қаладан жұма намазының уақыты кірмей тұрып шығып кету керексіз. Сонда сіздің сапарыңызда мәкрух амал болмаған болады. Алла тағала баршамызға естігендерімізбен, білгендерімізбен амал жасауды нәсіп қылсын.